Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін осылай дәмді, әдемі сочники жасаймыз. Ең алдымен ұнды електен өткіземіз, разрыхитель қосып, одан соң қант пен майды қосып, жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Одан соң жұмыртқаны қосып, нан елеп, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Қатыққа қант қосамыз, жұмыртқа қосып, вилкамен жақсылап езіп араластырып аламыз. Дайын болған қамырды шығарып, жайып, одан кейін домалақ формаға кесіп аламыз. Енді дайын қамырдың шетіне қарай салмасын саламыз. Салғаннан кейін екінші жағынан бетін жауып қоямыз. Осылай қатты қыспайсыздар, осылай бетін жай ғана жаба саласыздар. Солайынан барлығын жасап аласыздар. Жұмыртқасын жағып 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пісіп шыққаннан кейін бетіне сахарный пудрасын жағып ұсына берсеңіздер болады. Өте сондай жұмсақ, дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің жолдасыма қатты ұнады. Қыздарым даже сабақтарына дейін алып кетті. Өте дәмді болған деп. Сіздер де жасап каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар.